Бәріңе сәлем қыздар, жігіттер, сендермен бірге мен Шахмардан ағай. Бүгін біз сендермен бірге физикадан наурыз ұбт-да келген адырна деген контекстті талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бізде бірінші есеп айтады. Ең қысқа ішектің қатаңдығын анықта дейді. Бізде ең қысқа ішек, бізде ішектің ең кішкентайы бізде берілген 60 см, ал ең үлкен мынау тұрған ішектің ұзындығы 70 см. Осыдан бізге осы 60 см 40 ньютон күшпен келісе, оның қатаңдығын анықта дейді. Бізде білеміз, что F тең K көбейтілген дельта X екенбіз. Енді осы жерден K-ны қатаңдығын анықтайтын болсақ, оның жіптің керілген күшін осы ішектің ұзындығына бөліп тастайды екенбіз. Сол кезде бізде 40-ты бөліп тастасақ, бізде кішкентай ішектің ұзындығы 60 см, ол бізде 0,6 метрге, бұдан бізден 67 ньютон бөлінген метр деген жауап шығады екен. Кеттік, бізде екінші есебі. Ең қысқа жиіліктегі толқын ұзындығы егер дыбыстың ауада таралу жылдамдығы 340 метр бөлінген секунд болса еді. Бізде адырна 20 Гц пен 80 Гц арасында жиіліктегі дыбыс шығарады екен. Бізден осының ішіндегі ең қысқа жиілігі 20 Гц. Енді білеміз, что біз толқын ұзындығы ол ауада таралу жылдамдығын жиілікке бөліп тастағанға тең. Осы жерден біз 340-ты бөліп тастасақ 20 Гц жиілікке, бұл жерден бізден 17 метр деген жауап шығады екен. Осыны белгілейсіңдер де өздеріңе тағы бір плюс балды алып кетеді екенсіңдер. Кеттік, үшінші есеп. Аспаптың ішектерінің жиіліктерін салыстырыңыз дейді. Бізден 60 см және 70 см ішектерінің жиіліктерін салыстыру керек. Енді қараңдар, бізден жалпы жиілік деген, ол бізде неге тең? Жиілік деген ол жылдамдықты бөліп тастайсың толқын ұзындығына. Енді қараңдар, бізден толқын ұзындығы деген ішектің ұзындығымен байланысы, ол бізден екі ішектің ұзындығына тең болады. Яғни осының орнына апарып мынаны қойып жібересіңдер, сол кезде біздің жылдамдық бөлінген екі ішектің ұзындығы деген формула шығады. Енді осы жерден көретініміз бізде ішектің ұзындығы мынау тұрған жиілікке кері пропорционал. Егер ішектің ұзындығы үлкен болса, оның жиілігі керісінше кем деген сөз. Ал есе ішектің ұзындығы кем болса, оның жиілігі артық деген сөз екен. Енді бізден келеді, что бізде 60 см кішісі ма, яғни оның жиілігі үлкен. Яғни мынау 60 см-дің жиілігі бізден 70 см-ге қарағанда үлкен деп белгілейміз. Өзіміздің плюс бір тағы балымызды алып кетеді екенбіз. Кеттік, бізде төртінші есеп. Адырнаның ортасындағы ішегін солға қарай тартса, оның серпімділік күшінің бағыты қайда бағытталады дейді. Енді қараңдар, ортасындағы ішек либо мынау, либо любой айналасындарда болады. Енді қараңдар, ішекті осылайынан бастап қойды мынау тұрсын, оны солға қарай тартқанда бұлайынан серпіледі. Енді бізде серпімділік күші деген не? Серпімділік күші деген всегда бастапқы орнына қайтаратын күш. Яғни, бізде адырнаны солға қарай тартсақ, F күшпен серпімділік күшінің бағыты всегда оны бастапқы орнына қайтаруға тырысады. Яғни, бастапқы орны мынау болса, соған қайтаруға тырысады. Яғни, оның бағыты қайда бағытталған? Оңға бағытталған деп жауап береді екенбіз. Кеттік, бізде соңғы бесінші есебі. Бізден 60 см ішекті тура ортасынан 0,9 см-ге созғанда горизонталь бойымен әсер ететін күштің мәнін анықта дейді. Бізден 60 см ішекті бұлайына салып қояқ, 60 см ішек. И тура ортасынан дейді, яғни тура ортасынан болса не болады? Жалпы 60 см, значит, 30 см кетеді, мұнаяқа 30 см кетеді деген сөз екен. Енді қараңдар, осыны алып бұлай қарай тартады дейді, бұлай қарай созады. Сол кезде не болады дейді? Бізде горизонталь бойымен әсер ететін күшті анықтайды. Осы F-ті табу керек дейді. Енді қараңдар, бізден жіптің келу күші беріліп қойған 40 ньютон деп, яғни келу күші осылайынан бағытталған. Яғни жіпті бастапқа керіп тұр осылайынан, дүзу ұстап тұр. Енді қараңдар, бізден осы 0,9 см-ге созылған дейді. Енді мен не істеймін? Енді мен былайнан сал жерем, қараңдар. Мұнаны былайнан қосып жерем, ал астын тоже солайнан қосып жерем. Сол кезде менен андай белгілі бір альфа деген бұрыш шығады. Яғни мынау ішектің ауытқыған бұрышы шығады. Енді осы жерден қараңдар, бізден қарама қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы не? Ол бізден тангенс альфа. Яғни тангенс альфа дегеніміз қарама қарсы жатқан созылғаны, ол бізден 0,9 см. 0,9 см-ді бөліп тастайсыңдар нешеге? Бізде іргелес жатқан катет, яғни жартысын ала берсіңдер де болады. Бізден ол 30 см-ге тең болады. Яғни осы сантиметріне сантиметр қысқарады, өзге тангенс альфамыз осыған тең болып тұр. Енді қараңдар, бізден тура осыны күштермен жасақшы.
мынау бізден табу керек күш және мынау жүптің келу күші ретінде қарастырсақ. Енді қараңдар, сол кезде тангенс альфа дегеніміз бізге табу керек f күшті қарамаштықтан катетті бізде іргелес жатқан катетке, яғни келу күшіне бөліп тастағанға тең. Осы жерден аламыз да екеуін бір-біріне теңестіріп жібереміз. Сол кезде бізден 0,9 бөлінген 30-мыз тең болады f бөлінген келу күшіне. Енді осы жерден бізде шығады, бізден f-ті табатын болсақ, бізден келу күшіміз 40 ньютон деп берілген, сразу жазып кетейін. 40-ты көбейтеміз 0,9-ға, бөлеміз 30-ға деген сан шығады. Бұл жерден есептейтін болса қанша шығады? Калькуляторды ал жерек. Так, үлкен экран кетті. 40-ты көбейтеміз бізден 0,9-ға, бөлеміз 30-ға, бізден 1,2 ньютон шығады. Яғни аласыңарда 1,2 ньютонды белгілейсіңдер. Бірақ мынаны апарып жауапқа белгілеп қойып жүрмеңдер. Бізде 1,2 ньютон тек яғни үстіндегінің ғана проекциясын алдық. Бізде ол астының да проекциясын алған кезінде бізде осы 1,2 ньютонды 2-ге көбейтіп жібересіңдер. Сол кезде жалпы оның горизонталь бойымен әсер ететін күш бізде 2-ге көбейтсеңдер 2,4 ньютон деген жауап бола салады екен. Осыны белгілеп тағы бір өздеріңе плюс бір алып контекстті толық аяқтайды екенсіңдер. Видеоны ұнаса лайк басып кетіңдер, арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер. Все, давайте.